Кеткендей дүние тарылып, әулетін қайғы мұң жамылып, өзіңсіз өткіздік бір жылды, сәулелі бейнеңді сағынып. Әкешім, сізді сағына сарлаң саған күндерімізге жылда толыптау. Уақыт дөңгелегі алға жылжыған сайын сізге деген махаббатымыз тереңдеп, тау тұлғаңыз көңілімізде биіктей түседі. Өміріміздің әр бетінде көзге ыстық, көңілге жылы көрініп, ұшыраса беретін жарқын бейне бар. Ол өзіңіз едіңіз, әкешім. Мәнді де мағыналы сәттерге толы ғұмырыңыздан алар ғибрат мол. Жақсылығымен елдің, қоғамның асыл азаматына айналған әкеміз жер қозғалса да салмақты қалпынан таймайтын, сабырлы мінезі бар. Жымиғаны жүрек жылтатын ел жанды жан еді. 2021 жылы тамыздың 18 күні оның кең пейіл жүрегі мәңгіге тоқтады. Өлім үшін туғансың, оны да ойла, дейді Хакім Абай. Қалай болғанда да мезгіл өте келе қайғының орнын сабыр басады, шарасыздықтың орнын шүкір басады. Бірақ адам ұмытылмақ емес. Пенденің артында жүріп өткен өмірі, халқына жасаған жақсылығы, істері, мінезі, сабырлығы, тағы басқаша қасиеттері қалады, таразыға салынады. Төрге шықса төбедей, төбеге шықса төредей, жақын мен алысты бірдей тең көрген, елінің жігері, қоғамның тірегі бола білген Серік Шәріпұлы 1954 жылы 1 желтоқсанда қазіргі Атырау облысы Мақат ауданының Ескене елді мекенінде мұнайшылар отбасында дүниеге келді. Әкесі Шәріп пен анасы Бибатпаның отбасындағы екінші перзент. Ағасы Жолдасқали және соңынан ерген 4 інісі, 2 қарындасы бар. Ол 1972 жылы Байшонас орта мектебін бітірді. 1 жылдан соң әскер қатарына шақырылып, отан алдындағы борышын абыроймен атқарды. Елге оралған соң Алматы политехникалық институтына түсіп, оны 1981 жылы ойдағыдай аяқтады. Жас маман алдымен еңбек жолын Маңғыстау облысынан бастады. Жастың ізденісті қадамдары, білімі мен біліктілік қабілеті, алғырлығы басшылықтың назарынан тыс қалған жоқ. Осы қасиеттерімен көзге түскен қарапайым жұмысшы кен орнының шебері, инженер қызметтерін жауапкершілікпен атқарды. Ұзақ жылдар бойы Маңғышлақ ғылыми зерттеу институтында ғылыми қызметкер болып еңбек етті. Әкеміз Серік Шәріпұлының игермеген мамандығы кем десек, артық айтқанымыз болмас. Бала кезінен радио қабылдағыштарды шашып тастап, зерттеп, қайта жинайтын қабілетті азаматтың уысында бір емес бірнеше тізгін болды. Атап айтсақ, ол радиотехник, электрик, ұста, қол шебері және егін, бау-бақша салуды меңгерген. Заман талабына сай 90-шы жылдары қайта даярлау бағдарламасы шеңберінде программист мамандығын да сәтті оқып шықты. Жігітке жеті өнер де аз демекші. Осынау толайым мамандықтарды игеруге қалай қол жеткізген, қалай уақыт тапқан десеңші. Осындай 5 аспап маман сан тарау соқпақтардан тұратын мұнайшылық салаға әбден қажет ақет. 2011 жылы еңбек жолы Атырау мұнай өңдеу зауытында жалғасып, газ құтқарушысы, жабдықтар басқармасы бастығының орынбасары, күрделі құрылыс басқармасы бастығының орынбасары қызметтерін асқан ыждағаттылықпен атқарды. Көріп отырғанымыздай, өндірістің алуан саласында осындай тепкішектен өткен, тәжірибеге бай қағылез азамат қашанда басшылықтың, ұжымдастарының мақтаны болды. Жалығуды, қамығуды білмейтін, еңбек сүйгіш жанның адал еңбегі ескерусіз қалған емес. Ол бірнеше медальдармен, алғыс хат, құрмет грамоталармен мадақталды. 2018 жылы зейнетке шығып, Атырау мұнай өңдеу зауытының құрметті зейнеткері атанды.
саналы ғұмырын ел байлығын игеруге, қоғамның гүлденуіне жұмсаған абзал жан отбасында мерейлі әке, сүйікті жар бола білді. Ұрпақ өсірді. Жарасым тапқан жан жары Бақыт Мұлхайдарқызымен 34 жыл тату тәтті ғұмыр кешіп, бір ұл, екі қыз тәрбиеледі. Бүгінгі күні сол балаларының барлығы да жоғары білімді. Үлкен қызы Гаухарын ұядан ұшырып, құтты орнына қондырды. Кіші қызы Қалжан мен ұлы Бауыржаны да абыройлы еңбек етуде. Еңбекпен қатар тәрбие, отбасындағы жылулық, балалардың болашағы, осының бәрін өз орнына қойып, үйлестіріп, қатар алып жүру оңайлықпен іске аса салатын шаруа емес. Бұл ата-анамыздың үлкен мақсат пен ұзақ жылғы тегеурінді талабы, шыдамдылықтың, еңбекқорлықтың жемісі мен жеңісі. Терең мағыналы ғұмыр кешумен, өзгеге өнеге болумен көпке ауыл аймаққа сыйлы бола білген жақсылардың ұрпағы болғанымызды әрдайым мақтан тұтамыз. Өмірдің қиындығын қайыспай көтеріп, ащы тердің өтеуін тәтті жиендерінің еркелігі деп түсінетін әкеміз өте балажан еді. Кішкентай Аланы мен Әлиясын ерекше мейірге бөлеп, еркелетіп отыратын. Көзі тірісінде құдалармен құдайындай сыйлас, досындай сырлас бола білген әкеміздің орны ойсырап тұр бүгінде. Ел экономикасының күре тамыры мұнай газды халық игілігіне жарату, адал еңбекпен биікті бағындырған мұнайшылар әулетінің мұраты. Осындай үлгілі шаңырақтың алтын діңгегіндей болып отырған әкеміз бақытты жан еді. Пайым парасаты биік, болмысы ерен, даналығымен, даралығымен халықтың қалаулысына айналған әкеміз 66 жасында өмірден озды. Тек әулеті ғана емес, тек тазаматынан айырылған қалың елдің қабырғасы қайысты. Қара алтынды игеріп, оны ел игілігімен тұрмысының түзелуіне жұмсаған құрметті мұнайшының есімі ешқашан ұмытылмайды. Ұрпақтан ұрпаққа ауысып отыратын ізгілік, адамгершілік, үлкенді құрметтеу, ұяңдық сияқты халқымыздың асыл қасиеттері атаның қанымен, ананың сүтімен бойға дариды емес пе? Аллаға шүкір, біз сол әке салған ізгі сара жолды бағдаршам етіп келеміз. Қалған артта жасыра алмас қарызды. Еске алады ел жан ет деп жан ізгі. Адалдық пен әділдіктен аспаған сенің үлгің темір қазық тәрізді. Кездеседі тіршілікте жол мың сан. Адам шіркін сан адасар қалғыр сан. Адастырмас аманаты әкенің жүрегіңнің төріне әкеп қондырсаң. Кеше ғана бізге тура жол көрсетіп бойымызға адалдықтың дәнін сепкен, ал бүгін сарқылмас сағынышымызға айналған әкемізді осылай тебірене еске алып, рухына тағзым етеміз. Иә, оның жаны мәңгілік пейішке айналды. Тек жарқын бейнесімен адамдық болмысы көкірегімізде сайрап жатыр. Әке, сіз бізге ұшарға қанат, шабытымызды шыңдар талап бердіңіз. Өмірлік үлгөнеге болдыңыз. Көктемде бір жарып шыққан қызғалдақ гүлдің қауызындай сұлулықты сыйладыңыз. Бұл жан сұлулығы, бұл мінез сұлулығы, бұл өмірге деген құштарлық. Артыңызда өзіңіздің тәліміңізді көрген тәрбиелі ұрпақтарыңыз барда, сіздің есіміңіз еш ұмытылмайды. Топырағыңыз торқа болып, жаныңыз пейіште шалқысын. Әке.